Мен бұл оқиғаны алғаш естігенде сенер-сенбесімді білмей қалдым. Бай қарттың сыры. Қаладағы үлкен сауда орталығында 20 жастағы Айдана жұмыс істейтін, өзі қарапайым отбасынан шыққан, жалғыз тұратын. Әкесі ерте қайтыс болған, анасы ауылда. Айдана қалада жұмыс істеп, өз күнін өзі көретін. Bir күні жұмыстан шыққан кезде оның алдына қымбат көлік келіп тоқтады. Көліктің ішінен 70-тегі бір қария түсті. Айдана ханымсыз ба, деді ол. Қыз абдырап қалды. Иә, бірақ сіз кімсіз? Атым Сапарбек, сізбен сөйлескім келіп жүр еді. Айдана оның сөзінен ештеңе түсінбеді. Біз таныс па едік? Қария жымиып, әзірге жоқ, бірақ танысып алсақ болады, деді. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Сапарбек Айдананы бірнеше рет кездесуге шақырды. Әр кездесуден кейін қыздың қолына ақша ұстататын. Екеуінің арасындағы жақындық күннен күнге арта беретін болды. Алғашында Айдана алғысы келмеді. Аға, мен сізден ақша ала алмаймын. Неге алмайсың? Сен маған ештеңе қарыз емессің. Бұл менің өз қалауым. Айдана ақыры ақшаны алды. Себебі сол кезде оның анасының еміне ақша қажет еді. Көп ұзамай олардың кездесулері жиілей бастады. Сапарбек оған жақсы мейрамханаларға апаратын, сыйлықтар беретін, қыздың қиындықтарын тыңдайтын. Ең таңғалдырары, ол Айданадан ештеңе талап етпейтіндей көрінді. Сен менімен сөйлескенде мен өзімді жасарып кеткендей сезінемін, дейтін қария. Айдана оған аяушылықпен қарайтын. Бірақ уақыт өте келе олардың арасындағы байланыс жай ғана таныстық әлде қайда терең болып кеткенін қыздың өзі де түсінді. Олар осылай бірнеше жыл тұрақты кездесіп жүрді. Bir күні Сапарбек Айдананы қала сыртындағы үйіне шақырды. Саған бір нәрсе көрсетемін. Үйге кіргенде Айдана таң қалды. Мынау сен үшін. Үстелдің үстінде пәтердің кілті жатты. Айдана бірден шегініп кетіп, жоқ, мен бұны қабылдай алмаймын. Неге? Бұл тым қымбат сыйлық. Сапарбек үнсіз отырды. Айдана, менің өмірімде көп нәрсе болды. Ақшада, дүниеде болды. Бірақ қасымда шын сөйлесетін, жақын табылатын, түсінетін адам аз болды. Қыз үнсіз қалды. Мен саған бұл үйді сатып әперіп тұрған жоқпын, деді ол. Мен саған өзіңнің аяққа тұрып кетуіңе мүмкіндік бергім келеді. Айдана бәрібір ұзақ ойланып барып қана келісім берді. Бірнеше айдан кейін Сапарбек оған тағы бір сыйлық жасады. Бұл жолы машина. Айдана ашуланып, бірақ іштей қуанып, неге сонша нәрсе бересіз, қымбат? Себебі бере алатын жағдайым бар. Ал ертең біреу мені сіздің ақшаңыз үшін жүрген қыз деп ойласа ше? Сапарбек ауыр күрсінді. Адамдар бәрібір сөйлейді. Сол сөз Айдананың есінде ұзақ сақталды. Шынында да көп ұзамай ел арасында түрлі әңгіме тарай бастады. 70-тегі шал мен жас қыз неге бірге жүр? Ақшасы үшін жүрген шығар. Қыздың машинасында сол алып беріпті. Айдана бұл сөздерді естіген сайын іштей қиналатын. Бірақ Сапарбек оған біреудің сөзімен өмір сүрме дейтін. Алайда олардың қарым-қатынасының ең ауыр тұсы кейін басталды. Bir күні Айдана Сапарбектің үйіне отырған кезде есік ашылып, жасы 60-қа таяған әйел кіріп келді. Әйел Айдананы көріп бірден тоқтап қалды. Бұл кім? Сапарбек үнсіз қалды. Айдана да ештеңе айтылмады. Әйел біраз уақыт екеуіне қарап тұрды да, демек осы қыз екен ғой. Айдананың жүрегі дүрсілдеп кетті. Сіз кімсіз, деді ол. Мен оның әйелімін. Бөлме іші үнсіз қалды. Айдана сол сәтте ғана Сапарбектің өмірінде өзінің білмейтін тағы бір әлем бар екенін түсінді. Сіз маған үйленгеніңізді айтпадыңыз. Сапарбек басын төмен түсіріп, Айдана, мен саған өтірік айтқым келген жоқ, бірақ айтпадыңыз. Қыз көз жасын сүртті. Сіз маған пәтер бердіңіз, машина бердіңіз. Мен сіздің өміріңізде қандай орын алғанымды да білмей келіппін. Сапарбек орнынан тұрып, мен сен үшін жай ғана ақшаға сатып алатын адам емессің, деді. Айдана, онда мені не үшін бұл өмірге кіргіздіңіз? Қария біраз үнсіз тұрып, себебі мен жалғыздықтан қорықтым. Бұл сөз Айдананы қатты ойландырды.
Сол күннен кейін ол бірнеше аптаға Сапарбекпен кездеспеді. Пәтеріне барды, машинасына отырды. Бірақ сыйлықтардың ешқайсысы оның көңілін ауыр сұраққа жауап бере алмады. Ақырында Айдана Сапарбекке: «Мен сізбен кездескен жылдарым үшін өкінбеймін, бірақ енді өз өмірімді өзім құрғым келеді. Сіз берген дүниелер менің тағдырымды шешпеуі керек», деді. Сапарбек үндемеді. «Мен сізді жек көрмеймін, бірақ сіздің отбасыңыздың арасында көлеңке болып өмір сүргім келмейді». Қария көзін төмен салды. «Мен сені жоғалтқым келмейді. Кейде адам біреуді жақсы көрсе, одан алыстауға мәжбүр болады». Айдана солай кетіп қалды. Пәтер де машина да артында қалды. Бірақ бірнеше ай өткеннен кейін Сапарбектен Айданаға хат келді. Хатта бір ғана сөйлем бар еді: «Сен менің өміріме келген ең үлкен сыйлық болдың, бірақ мен сені сыйлықпен ұстап қалуға тырысқанымды тым кеш түсіндім». Айдана хатты ұзақ оқып отырды. Содан кейін терезеге қарап: «Адамға кейде қымбат сыйлық емес, адалдық керек екен», деді. Ол хатты сақтап қойды, ал Сапарбекті енді ешқашан кездестірмеді. Өйткені кейбір қарым-қатынастар ұзаққа созылғанымен олардың аяқталатын жері болады. Ал кейбір сыйлықтар адамның қолында қалмайды, олар адамның өмірінде бір сабақ болып қалады.